анаң кирбе солу Көкшетау дамылсыз сұлу бетін жуғаны жауын жан жақтан ертелі кеш бұлттар келіп жүреді біліп кетіп есен сауын өте тамаша рухани ләззат алып отырмыз. Сонымен қатар мына жерде суреттер одан кейін Роза апайымызға міне Жағалбайдың аты мәшһүр Роза апамыздың суретін көріп отырмыз. Өте тамаша. Одан кейін міне Сәукеле сәукелесі. Енді әр өңірде жалпы қазақ киімдері әртүрлі болып табиғат жағы ауа райына байланысты. Бірақ стилі бәрі өте тамаша, керемет әсер алып отырмыз. Енді осы ұжымға үлкен табыс тілейміз. Осылай жағы көнеден қалған көзді сақтай берсін, сол мәдениетімізді арттыра берсін. Барлығымызға амандық саулық тілеймін. Рахмет екен. Сексен гүл Көкшетаудың саясындай, әр қайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпа дейсі көкірек, қанша жұтсаң тоясың ба, тоясың ба. Қайла лиллай 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 лиллай, қайла лиллай 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 лиллай. Арғалған көкше бойлап қарағайып, қасында көкжиекті әппақ қайың. Жебектей желмен жарпып, төңірек тау балқытып, мас қылады иісім майың. Құрметті көрермендер, біз сіздермен орталық тұрғын үйдеміз. Біз айттық, осындай кешінде бір ру өмір сүрді. Орталық тұрғын үй міндетті түрде ру көсемінің үйі. Ру көсеміне назар аударсаңыздар, қолында найза, садақ пен жебе, аңшылық кезінде қанжығасына байланған аңдар және отырған тағы, осының бәрі биліктің белгісін білдіреді. Яғни тас дәуірі кезінде адамдар арасында тепе-теңдік болса, ботайлықтарда ең алғаш билік аристократиялық элементтері байқалады екен. Яғни ботай ру көсемі өзін басқа қауымға қарағанда өзін жоғары санайды. Кіреберіс бет маңдайшасы міндетті түрде төмен орналасқан болатын, басқа үйлерге қарағанда. Өйткені кірген адам иіліп кіріп өзінің құрметін ру көсеміне білдіреді екен. Бет әлпетіне назар аударсаңыздар, соңғы 2018 жылы ақш-та жасалған анализдерге қарағанда ботайлықтардың бет әлпетінде 3 нәсілдік типтердің элементтері байқалады екен. Яғни ботайлықтар олар европоидтық, азиаттық және индо-индеистік типтерге жатады екен. Сонымен қатар ботай қонысын қазықтыруға жүргізу кезінде осындай ең алғаш тұрғындардың қызығушылығын танытқан жәдігерлердің бірі ол адамның бас сүйегі. Бұл бас сүйекте қазіргі уақытта ең қиын деп саналатын операцияның бірі эвтаназия операциясының іздері байқалған. Яғни артқы жағынан екі жақ байқалады. Сол кезде ғылымдардың айтуынша ол қазір бірнеше нелері бар, теориялар. Соның бірі жаңағы осылай операция басын артқы жағынан 0,6 мм тесіп, жаңағы мидың жүйке жүйелеріне қысым келтіру арқылы адамға трансқа кіргізген дейді. Транс кезінде адам сондай бір
таңғажайып дыбыстар берген немесе қозғалыстар жасаған сол кезде адамдар жаңағы немесе аруақтармен байланыс жасап жатыр, немесе болашақты көріп жатыр деген сенімде болған. Бірақ бұндай операция жаңағы екі бас сүйекте болды. Біреуі 14 жасар баланікі, біреуі 37 жасар ересек адамдікі. Қызылордалық әріптестерін көкшетаулықтар осылайша жылы шыраймен қарсы алды. 80 жылдық тарихы бар Қызылорда музейінің қорында 60 мыңнан астам жәдігер сақталған. Соның ішінде зергерлік бұйымдарға ерекше екпін түсірілген. Зергерлік коллекциялар топтамасы 2000-ға жуық. Сол зергерлік бұйымдардан бір күн 140-ға жуық зергерлік бұйымдарды алып келіп, осы керемет көрмені ұйымдастыру. Бұл зергерлік бұйымдар бір күнде жиналған жоқ. Өзі сыр елі болғаннан кейін қазақ халқының 90-нан астам проценті қазақтың мәдениетінің, әдебиетінің, салтының, дәстүрінің бұзылмаған, сақталған өңірі болғандықтан бізде жергілікті қолөнер шеберлеріміз, оның ішінде зергерлеріміз де көпшілік. Көрменің ашылуына жиналған қонақтар мен музей қызметкерлері жәдігерлерді қызыға тамашалады. Әр жәдігердің өзіндік тарихы бар. Сыр өңірінің тарихы мен мәдениетіне қанық болған жергілікті музей өкілдері де осындай іс-сапарға шығуды жоспарлап отыр. Сал-серілер мұрасын жаңғыртып, тұтынған жәдігерлерді насихаттау қолға алынбақ. Біз осы музейменен де және басқа да республикамыздың басқа облыстық орталықтағы музейлермен қарым-қатынастамыз. Өйткені рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біз осы мәдени астана болғандықтан осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Алдағы уақытта ең бірінші өзіміздің жақын Бұқар жауатындағы Павлодарлық әдебиет және өнер музейі, одан кейін біз сол Түркістан қаласына барамыз ба деген осы мәдениет басқармасының нұсқауыменен осы жылы сол шаһарда көрме құрмақшымыз. Қос музей осында екі шара аясында ынтымақтастығын нығайтып, зергерлік өнердің көкжиегін кеңейтуді жоспарлап отыр. Олар алдағы уақытта да осылай қоян қолтық араласып, тәжірибе алмасуға мүдделі екендерін жеткізді. Абзал Азаматұлы, Марат Ахметжанов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпараты.